Шаман аға, кіруге бола ма? Қалайсың, Дулат? Проблемаларыңды шештің ба? Өзіңді таптың ба? Жоқ, мен бүгін қайттан бөтен үйде, бөтен адамдардың арасында ояндым. Соңғы рет 3 күн бұрын ғана өзім болдым. Не істейміз? Түсінікті. Сенде тұлғалық көп жүзділік, Дулат. Санаң көпке бөлініп, әрқайсысы өзін жеке тұлға санап денеңе таласуда. Саған олармен танысып, мәселені шешіп, денеңді өзіңе қайтару керек. Сол үшін қазір гипнотерапия істейміз. Көзіңді жұм. Мен 3 дегенде сен түп саныңа түсесің. Сосын олармен танысасың. Тек адасып кетпе. Окей. 1, 2, 3. Дулаттың түп санасы. Беккер Байзак отеліне қош келдіңіз. Вау, бірінші қабат. Окей, енді маған өзімді табу керек. Кеш жарық, Дулат мырза. Немен көмектесе алам? Сен менсің бе? Вау, Дулат! Сен не істеушісің мұнда? Сен түспейтін едің ғой. Сен кімсің? Мен Закпын. Беттер Байзак отелінің CEO-сымын. Немесе Bet to be yourself, Зак. Окей, Зак. Менде әзілге уақыт жоқ. Денемді қайтаршы. Окей, түсіндім. Сен оригинал емес, жай ғана проекциясың. Не болды, Шаман ағаның дәптерінің беттерінен жауап таба алмадың ба? Окей, мынандай әңгіме. Сен бізді жараларыңнан өзің жараттың. Сол үшін біз жоқ болып кете алмаймыз. Керісінше, егер де саған өзің керек болсаң, сені барлығымыз бірге жабылып қазір іздеп тауып көреміз. Окей, кеттік. Go! Стоп, Зак. Егер де мен сендерді жараларымнан өзім жаратқан болсам, сен қандай жарадан шығып, не нәрсеге жауап бересің? Мен ба? Мен керең бөлмеге бірден, бәрін гүлденіп айнала аң-таң. Паппаң.